Барлықтарыңызға қайырлы күн. Мен Бурабайдамын. Астанадан мені Бурабайға келдім. Мына жақта кәдімгідей күз басталып жатыр. Астанада олай байқалмайды, бірақ мына жақта ағаш талдары көп болғандықтан барлығы да алтын түске боялып бара жатыр. Мен Бурабайда алғаш ретпін және мүлдем білмеймін не қай жақта екенін. Тіпті елестете алмаймын да, қалай, қай жерде не бар екенін. Тек қана бір жұмбақ тас бар екенін білемін, болды. Осы жаққа дайындалмай да келіп тұрмын. Әзірге менің байқағаным орманнан басқа ештеңе жоқ. Мына көрініске қарай көріңіздер. Бірнеше таулар және таулардың барлығында үстінде ағаштар өсіп жатыр. Шамамен осы таудың ар жағында жұмбақ тас болу керек. Мына жер өте жел, кішкене суық болып кетті. Кел. Вау. Су ішесің ба? Кел, су ішесің ба? Құям саған, кел. 50 грамм. Шөлдеген боларсың жүгіріп. Іші ғой. Іш. Қап, өзімде бірдеңе жетінде ештеңе жоқ. Бере салатындай. Саусағыма мұрным тегіз. Былай жалпы қарағанда қорқпайтын тиын екен. Жақындап, өз тұмсығын мен саусағыма тегізіп, иіскеп қарап. Ал енді тағы кімді кездестірер екенмін, тиынды кездестірдік. Тағы біреуді кездестірсек керемет болатын еді. Осы көрсеткіш бойынша мынау тастар жинағы бұл дейтін аю тас деп аталады. Аю отырғанын және артынан қабан жайлап келе жатқандай болып көрінеді деп жазылған. Жел өте қатты жел. Өте биік көтерілген екенмін. Мінекей бір пішін тұр. Мынауы денесі, мойнымен осай басы шошайып тұрған секілді. Бір жануарға ұқсайды, бірақ аюға да қабанға да ұқсайды деп айта алмаймын. Бір мысыққа ұқсайтын сияқты керісінше. Енді әрі қарай кеттік. Жұмбақ тасқа жақындап бара жатқан сияқтымын. Мында жолда осындай көпір кездесті маған. Ол жақта не бар екен? Жоғарға мініп, байқап қайтайық. Әдемі қонақ үйлер орналасқан. Мен сенімдімін. Менің қалтама ол онда тұру дейтін өте ауыр болады.
Өте әдемі көріністер ашылып жатыр мына жерден. Мына жерде осындай ұзын жол бар, көпір секілді. Және жолдың қиысығын қараңыздар. Анда-мында оңға солға жүріп. Ағаштарды да осылай құрметтеп салып жіберген. Мына жерде тас жатыр. Осылайша осы жолды салғанда табиғаттың талаптарымен келісіп, үлкен тас жатыр. Бір жерде ағаштар өсіп жатыр. Соның барлығын айналып өтіп салынған жол. Мынау таудың етегінде осындай үйді көрдім. Картада кішігірім қонақ үй деп жазылып тұр. Мінекей осындай бөлме. Негізінде бөлме 3 адамға. Мында 2, мында 1. Соның барлығы 8 мың. Бірақ мен жалғызбын. Сондықтан бәрібір 8 мың теңге. Мына үйде осындай керемет мысық бар. Барлықтарыңызға қайырлы таң. Қазір күн тек атайын деп жатыр. Қазір сағат жетін, таңғы 6. Осы үйдің иелері өте керемет адамдар. Бірге кеште дейтін тамақтандық. Маған кішкене тамақ берді және бүгін таңғыға олар маған велосипед берді. Сондықтан қазір таң атып жатады. Және таң атып жатқанда дронмен ұшқанда керемет кадрлары болады. Сондықтан кеттік. Қайырлы таң жаным, қалайсың? Неге үнсіз ғана қарайсың? Сағындың ба мені? Бізді ешкім енді таба алмай, жағымсыз жайлар мазаламай. Бір сезім тербейді. Түсімде де табылғайсың жанымнан. Көрсем деймін тіпті сені сағымнан. Алыстама менен, сені көрем күннен көзге шағылған. Іздеп табан бұлттың арғы жағынан. Алыстама менен, о менен, о менен. Алыстама менен, алыстама, алыстама менен. Алыстама, алыстама менен. Түсімде де табылғайсың жанымнан. Көрсем деймін тіпті сені сағымнан. Алыстама, алыстама менен.
неге ойдан табылғандай, келбедің ғажап кітаптан алынғандай. Сенсің ғой керегім. Мен мына жерде ешкім жоқ, өте тыныш, құстардың шырылдағаны және осылай өте ерекше сезімде боласың. Жұмбақтас қалай пайда болғаны туралы бірнеше аңыз бар. Сол бір аңыздардың бойынша мына жағында үлкен тау бар. Сол тау оқ жетпес деп аталады. Аңыз бойынша бір сұлу қызды, оның отбасы, жақындары барлығы оны тұрмысқа шығаран деді, бірақ ол шыққысы келмеді. Сосын осы оқ жетпес деген таудың шыңына шығып, кімнің найзасы маған тиеді, кімнің оғы маған жетеді, соған тұрмысқа шығамын деп айтқан. Сосын төменнен тұрып алып, сарбаздар найзамен ата бастаған, бірақ біреуінде оғы жетпеген оған. Сосын осылайша ол шықпаймын деген. Бірақ сол қыздың сөздеріне қарамастан, оны тұрмысқа шығарайын деп оған қарай барған. Сосын сол қыз анау таудың үстінен осылай суға секіріп, мына жерге секірді. Сосын осы жұмбақтас пайда болды. Бұл бір аңыздардың бойынша осылай. Бұл ертегі сияқты әдемі хикая әңгімелер. Ғылыми тұрғыда қарайтын болсақ, осындай тасты табиғат сала алмайтын сияқты менімше. Бұлай қарасаң бір адамның қолы сияқты. Бірақ бір жағынан адамға да салу бұндай қиын. Мына жерде су болмаған болар осыны салған кезде. Біздің ғасыр заманымызға дейін салған болар осы тастарды. Бұлай қарасаңыз, пластилиннің үстіне салып тастаған сияқты. Бір қамырды езіп осы төрт бұрыштап, кейбірлері сопақ етіп, бір-бірінің үстіне қалап тастаған сияқты. Өте түсініксіз қалай пайда болды. Жұмбақтас десең, нағыз жұмбақтас екен. Және мына оқ жетпес деген тауды негізінде бекер оқ жетпес деп атамас енді. Шынымен де сондай оқ жетпейтіндей бір оқиға болған болар. Және бұл жалпы осы Бурабайдағы барлық тастар, барлық таулар осылай тастар, кішігірім тастардан құрылған бір қалағандай. Мысалы, осы оқ жетпестің өзі де сондай. Кеше мен Аю тас деген тасқа міннім, бұл да сондай. Мінекей жұмбақтас та сондай. Осы жақтың табиғаты өте жұмбақ және өте әдемі. Последние деньки, да? Да. Мы тоже все вывозим потихонечку. Закругляйтесь? Да, сезон. Мінекей жұмбақтасқа да жақындап қалдым. Осындай өте үлкен тастардан жұмбақтас тұрады. Өте жұмбақтас. Мінекей достар, мен жұмбақтастың үстіндемін. Осы Бурабайдың керемет табиғаттың аясындамын. Мына жақта үлкен таулар, тастан қаланған сияқты таулар, өте әдемі орман және жұмбақтастың үстінде тұрмын. Былайша қарасаң, кеше ғана мен дейтін үйде жатып едім. Осылаймен жазда өтіп кетті, карантин деп ешқайда шыға алмадық та. Енді мінекей мен Алматыға барып келдім және міне қазір Астанада және Бурабайда жүрмін. Оның барлығы осы авиатының арқасында. Дәлірек айтқанда, ЖД билеті деген қолданбаның арқасында. Мысалға, мінекей көрсетіп жіберейін. ЖД билетіға кірдік, сосын мінекей Нұр-Сұлтан қаласынан Таразға пойызды іздеп көрейік. Мысалға, 15 қазан күніне мінекей бірнеше таңдау шықты.
Мысалға осыны таңдап көрейік, өйткені ең арзаны. Мысалға мен мені купені таңдап көрейін, оның 10-шы вагонын. Мұнда тіпті қараңыздар, вагонды былай айналдырып қарай аласыздар, орынды өздеріңіз таңдайсыз. Мінекей мысалға мен 10-шы орынды таңдаймын. Сосын мұнда фамилия, имя, отчество дегендерді барлығын толтырамыз. Жеке куәліктің иінін да жазып жібереміз. Сосын арғарай асып кетіп, ақшасын онлайн төлей қоямыз да болды. Айтпақшы, осы ЖД билеті қолданбаның бірнеше артықшылықтары бар. Бұлар дейтін билеттің барлығын онлайн сатып аласыз, яғни бекетке барып, кезекте тұрудың мүлдем қажеті жоқ. Және сапарыңыз болмай жатса, билетті тапсырып, ақшасын қайтарып аласыздар. Сонымен қатар билетті қағазға бастырудың қажеті жоқ. Не бары билетті телефондарыңыздан көрсетсеңіз жеткілікті. Жұмбақтас деген осы, мына жақта адамдар өздерінің жазбаларын қалдырып кетіп жатыр, өздерінің іздерін қалдырып кетіп жатыр. Қалай осы? Қалай пайда болды осылай? Неге мына тас құламайды? Кім осыны жасаған? Адамдар осылай жаса алмайды деп ойлаймын мен. Осында үлкен тастарды қалай олар тасыған? Оның барлығы табиғаттың ғажабы деп ойлаймын, бірақ бұған да сену қиын. Осылай адамның логика бойынша жасаған ба не, сонда табиғат өте әдемі етіп. Тяжелая, но надежная лодка. Ал енді Жұмбақтастан әрі қарай Бурабаймен жүрей берейік. Тағы алда не бар екенін қарайық. Тауға мініп бара жатырмын. Тоқтап қалатын сияқтымын. Болды, біттім. Әрі қарай бармайтын. Дәлірек айтқанда күшім жетпейді. Ескі велосипед горный деген болса ғой, мінуге болатын еді. Бірақ осы мен міне төменге түсетін жол кішкене. Әйтпесе биіктікке міну мүмкін емес. Орманды қараңыздар, қандай ағаштар, қандай өте әдемі. Ауа райы тамашадан мен кішкене суық, ыстық сезілмейді. Демалу өте оңай. Бурабайдың табиғаты керемет. Әні жоғарыда қараңыздар. Бір бөлігі сарғайып кеткен, біреуі әлі жасыл түсті. Ал мынау мен келгенім бұл дейтін Абылай хан алаңы деп аталатын жер. Мына жерде осындай арнайы стелла орнатылған. Мына тауды қараңыздар. Ол да кішігірім тастардан қаланған сияқты. Осы тауларды сенемін табиғат жасаған, кішігірім тастардан қалап. Жұмбақтас та кішігірім тастардан қаланған. Демек, Жұмбақтас бұл дейтін шынымен де табиғаттың ғажабы екен. Мынау дейтін Абылай ханның алаңы, осы ағаштың ар жағындағы, және осылай жол. Ал мынау Абылай ханның орындығы, Абылай ханның орны, орысша айтқанда трон. Жоңғарларға қарсы шабуылдарды осы жерден бастап жүрді. Өз жауынгерлерін, өз сарбаздарын, әскерлерін осы Бурабайда жинап жүрген. Өзі мына жерде отырды. Әрі қарай былай алаңда барлық сарбаздар жиналып жүрген. Осылайша олар жоңғарларға қарсы шабуылға аттанар алдында, сапардың алдында осы жерде қазақ сарбаздардың рухын көтерді, намысын көтерді, және сосын барлығы жоңғарларға қарсы шабуылға аттанып
жүрді осы Бурабайдан. Мінекей тағы да Абылайхан алаңына шықтым. Осы далада кезінде қазақ сарбаздары жиналып жүрген. Мысалға, міне тап осы жердегі осы шаршыдағы ауада Абылайханның жаңы өткен кезінде. Абылайхан осы жермен шамамен осы өтті. Қазір мен де сол оның жүрген шаршы ауасын қиып жүрмін міне. Шамамен осы жерлерде Абылайхан да жүрген. Біздің ата-бабаларымыз, сарбаздар, батырлар кезінде осы жерде жүрген. Сол ой өте қызық осы шаршы ауада. Мен де қазір осы қиып жүрмін. Мен де сол жерде жүрмін. Үндістанда ағып жатқан Ганг өзенінен шыққан шайды ішпедім. Осы өз елімдегі, өз жерімдегі таудан ағып жатқан бұлақтан су ішсем ештеңе етпес. Кәдімгідей су. Ал қазір мен дейтін Абылайхан немересі Кенесарының үңгіріне барғым келіп тұр. Бұл өте алыс жерде. Сенің де емеспін жететініме. Бұл дейтін шамамен 4 шақырым орманның арасында орналасқан. Яғни орманның арасымен 4 шақырым бойы жүру керек. Бұлай бір жағынан велосипедім артықшылық, бір жағынан кемшілігім. Өйткені орманның арасымен біреудің велосипедімен өте аламын ба, білмеймін. Ол жаққа жол бар ма, білмеймін. Қазір жетіп көремін, сосын жетсек жетеміз, жетпесек жетпейміз.
Мінекей ақыры мен жоғарға жеттім. Мына жақта Кенесары Қасым ұлының, Кенесары ханның үңгірі. Мені Кенесарының жаны осы жерден өтіп жүрді. 200 жыл бұрын шамамен. Мына жерде мінекей мен осы өтіп баратқан жерде Кенесары жүрді кезінде. Мынаның іші осындай үңгір. Ар жағында да тесік бар. Мына жағында не бар екен көріп байқап жіберейік. Мына тесікке мен сыямын ба, сыймаймын ба? Вьетнамдағы тесіктерден өттік, осынан өтермін деп үміттенемін. Мына жағынан да келуге болатын екен. Үңгірдің жоғарына шығайық. Мына жақтың топырағы өте ерекше, қараңыздар. Осындай топырақ. Мына орман жақта топырақтың барлығы осындай өте ерекше топырақ. Мынан қандай көрініс ашылатын қарай көріңіздер. Өте тамаша, өте үлкен масштабты көрініс. Екі тауды өттік айтпақшы. Ана таудың ар жағынан келген сияқтымын мен. Осы тауды айналып, екінші тауды айналып, мына жақта осындай көріністер өте әдемі. Осы ағаштардың тамыры осындай кішігірім баспалдақ жасап берген. Тайып құлап қалмайсың. Мінекей қалай табиғат адамның қамын ойлап осылай баспалдақ жасап берген. Неге осы үңгірді Кенесары ханның үңгірі дейді? Өйткені Кенесары оның атасы сияқты, Абылай хан сияқты осы Көкшетау, Бурабай жақтарды мекендеді. Және сол Кенесары жастайында найзамен атып үйренейін, тәжірибе жинайын деп осы ормандарда аң аулап жүрген. Және ол дейтін кідіріс жасап жүріп, аң аулап, сосын ұйықтап түндерін осы үңгірде өткізіп жүрген. Дәл осы үңгірге келіп, осы жерде жатып, мына жерде бір тесік бар. Мінекей осы тесікте өртеп тамағын дайындаған сияқты болып көрінеді. Дәл осы үңгірде Кенесары жастайында аң аулап жүргенде кідіріс жасап, ұйықтап жүріп жүрді. Сондықтан оны Кенесары үңгірі деп атап кеткен. Бұл енді 100%-лық факт емес, енді адамның аузынан ауызға беріліп келе жатқан аңыз. Ал енді осы тамаша ғажайып табиғатты жоғарыдан түсіріп жіберейік. Audio Beats.
Мінекей Бурабай осындай. Ұнады ма? Онда лайк басып жіберіп, маған қолдау көрсетіп жіберіңіздер. Әсіресе менің арнама жазылып жіберсеңіз, маған керемет шабыт болатын еді. Және осы видеоны WhatsApp топтарда достарыңызға, туыстарыңызға таратып жіберсеңіз керемет болатын еді. Көрсін Қазақстанымыз қандай әдемі екенін. Саяхаттаңыздар, ішкі туризмді дамытайық. Өзіміз өз Қазақстанымызда саяхаттамасақ, бізге шетел азаматтары келіп саяхаттамайды. Сондықтан саяхаттайық. Осымен болды, сіздермен болған мен Темірлан Мукашев. Келесі саяхатта кездескенше.